Қысқасын айтқанда мен продюсермін. Ассалаумағалейкум ағайын. Барлығы Орда студиясында дизайнер болып жұмыс істеген кезінен басталды. Мен дизайннан бөлек телеграм ботты құрастырып бастаған едім. Айтпақшы, Сержан ұрсатын болды. Әлбетте қоспадым, мына видеоны түсіріп отырмын. Жарайды, бәрі. Жұмыстан бос уақытта орда чатымыз бар еді. Сол жерде әзілде жіберетін едік. Ой, мына пәтуасыз. Ой, мына пәтуасыз бір. Аудиосын, обложкасын бекітіп жасайтын едім. Одан бөлек инстадан анау история салатын еді ғой адамдар. Соны қалай жасауға болады деген ой келіп қызығып жүрген едім. Бір күні Данышпан, Жасұлан, сәлем хабарласты, жазады жекеме телеграмнан. Өлеңді әуен алаңына қалай шығарам деп, бізде дайын өлең бар деп. Мен бұған дейін Едігеннің каверін салып көргенмін, тәжірибем бар да. Және ордан чатта жіберген, Едіге соны барып, мен Едігеннің рұқсатынсыз салып жіберген едім площадкаға. Әуен алаңы деген сөз ғой. Сосын Жасұланға айттым, түсіндірдім, осылай саласың деп. Ол түсінбеді Жасұлан. Сосын өз бетінше жасай алмағаннан кейін маған істеп бер деді. Мен сосын істеп бердім, салып бердім. Енді орындаушы және өлеңді жазушы ол 10 сынып оқушысы екен білгенде болашағы зор деп ойладым, шынымды айтайын, тыңдаған кезде. Кейін көмектесіп кеттім. Өзім қалайсам болады, продюсер ретінде Бақыт Бадыр бере бастадым. Қазір жас таланттарға обложка жасау, инстаграм жүргізу сияқты көмек сұрайды менен жас талант. Ол бізде Сага. Одан кейін бөлек бізде тағы да Сагадан бөлек тағы да бізде Игра в кальмардан көрген шығарсыздар, Юна бар ғой. Өлеңін аударып TikTokта, Инстаграмда хит болды. Дөңгелек деген осы Юнаның аудармасы. Юна көтеріліп кетсен бізді ұмытып кетпе. Сага бізде өлеңді өзі жазады, сосын өзі орындайды. Маған ұнайды, шынымды айтайын, шығармашылығы. Бірлік kesкен кезде ол өзінің өлеңінің қалай туындағанын, сосын әрбір сөздің мағынасын айтып берген. Мен ол кезде керемет дедім тарихы. Бізге бәрі ғой тыңдап өтіп кете береміз. Ол өзінің душасы дейді, ол өзінің жанын берген өлеңдеріне. Сол себептен мен ары қарай оған көмектескеніме шынымен өкінбедім. Енді біздің мақсат, мысалы біздің деңгейде менің мақсатым шынымен жас таланттарға көмектесу, жолдарын ашу. Сол себептен осындай жұмыс жасап жатырмын, осы видеоны түсіріп жатырмын. Және музыка жүктеу туралы видео жасап қойдым мына жерде. Көрсеңіздер болады, қалай музыканы жүктеу. Мен ойымша тағы да жас таланттар бар, істеп жүрген. Солар осы видео арқылы өзінің музыкасын лақтырып кері байланыс алады, кәдімгідей өзін артистер ретінде сезіне салады. Видео аяқталды. Жолдарымыз ашық болсын. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. ChatGPT-ге рахмет осындай сценарий жазып бергеніне.